2024 жыл Қазақстан Жазушылар одағы үшін тарихи әрі мазмұнды жыл ретінде есте қалды. Жылдың ең елеулі оқиғасы Қазақстан Жазушылар одағының 90 жылдық мерейтойы болды. 13 желтоқсанда Алматыда өткен салтанатты жиында еліміздің және шетелдің 25 танымал қаламгері бас қосты. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы құттықтау хатын жеткізіп, одақтың ұлт руханиятына қосқан зор үлесін ерекше атап өтті. Бұл мерейтой қазақ әдебиетінің даму жолындағы үлкен жеңіс пен жаңа белестің көрінісі болды. Әдебиет сыншысы Тұрсынжан Шапай мен көрнекті ақын Байбота Қошым Ноғай Алматы қаласы әкімдігі мен Қазақстан Жазушылар одағы тағайындаған асыл сөз сыйлығын алып, әрқайсысы 5 миллион теңге көлеміндегі сыйақымен марапатталды. 2025 жылдың басы ұлттық құрылтаймен басталды. Құрылтайда көтерілген мәселелерді жаңаша көзқараспен қарастырған Мереке Құлкенов одақтың жұмысын жаңа деңгейге көтеру үшін бірқатар тың идеяларды іске асыра бастады. Мысалы, Қазақстан Жазушылар одағының заманауи талабына сай жаңа ресми сайт ашылды. Сонымен бірге әлеуметтік желілерде белсенді жұмыс жүргізу қолға алынды. Жазушылар одағының шаралары кәсіби түрде жарияланып, оқырмандармен тығыз байланыс орнатылды. Осы бастамалардың жалғасы ретінде Мереке Құлкеновтың жетекшілігімен YouTube желісінде қаламгер әдеби танымдық бағдарламасы іске қосылды. Қазақ әдебиеті халықаралық аренада да жоғары бағалана бастады. Түркияның Анкара қаласында көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Бұл шара бауырлас елдер арасындағы әдеби байланысты нығайтуға үлкен үлес қосты. Сонымен қатар Францияда ЮНЕСКО-ның төрінде Бердібек Соқпақбаевтың есімі ұлықталып, қазақ әдебиетінің Азия мен Европа елдері арасындағы рухани көпір ретіндегі маңызы тағы бір мәрте дәлелденді. Қазақ әдебиетін түркі әлемінің ортақ қазынасы ретінде көрсету бағыты қолға алынды. Халықаралық түрксой ұйымының қолдауымен Қазақстан Жазушылар одағы түркі халықтарының рухани байланысын нығайту бағытында келісімдер жасады. Өңірлік әдеби өмірді жандандыру мақсатында Түркістан қаласында өткен ғасырлар ғұламалары және Түркістан атты пленумда әдебиет пен мәдениеттің қоғамдағы рөлі кеңінен талқыланды. Қожа Ахмет Яссауи, Мәшһүр Жүсіп, Абай сынды ғұламалардың әдебиеттегі орны негізге алынды. Бұл көшпелі жиын Атырау қаласында жалғасын табады. Алматы қаласында өткен Құлагер республикалық әдеби байқауында 7 түрлі номинация бойынша үздік шыққан қаламгерлер 2 миллион теңге көлеміндегі сыйақымен марапатталды. Бұл байқау жазушылардың еңбегін бағалап, олардың шығармашылығын қолдауға үлкен үлес қосты. Сонымен бірге одақ отандық инвесторларды тарту арқылы әдеби жобаларды қаржыландыруға ықпал етіп келеді. Әсіресе шығармашылық ұйым мен Белес компаниясының әріптестігі аясында өткен роман байқауы қазақ әдебиетінің жаңаруына серпін берді. Биылғы жеңімпаздар Ағраптағы аты жоқ адам романымен Қанат Әбілқайыр, Абыл мен Қабыл романымен Мақсат Мәлік және Мұтылған романымен Әлібек Байбол шығармашылығы оқырман тарапынан зор қызығушылық туғызды. Жазушының міндеті қоғамның дертін дөп басып, оған алтын енесін сұға білу екенін ескерсек, жазушылардың тақырып табу, шығармашылығын шыңдау мәселесі де назардан тыс қалмады. Осы мақсатта жазушылардың әдеби шеберлік мектебі ұйымдастырылды. Оған 20 өңірден келген жас таланттар танымал қаламгерлерден дәріс алды. Қазақстан Жазушылар одағының Астана қалалық филиалы қайта құрылып, оның директоры болып Бауыржан Бабажанұлы тағайындалды. Бұл филиалдың ашылуы аймақтардағы әдеби өмірдің жандануына ықпал етті. Мереке Құлкенов Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің өкілетті кеңес төрағасы Мұхиддин Шүмшекпен кездесіп, түркі елдері жас қаламгерлерінің форумын өткізу туралы келісім жасады. Астанада Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігінің кеңейтілген алқа отырысына қатысып, әдебиетті дамытудың жаңа бағыттарын ұсынды. Сондай-ақ ол ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына орай республикалық челлендж бастап, әдебиет сүйер қауымды ортақ рухани серпіліске шақырды. Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев, Махамбет Өтемісұлының туған күндері барлық өңірлерде Zoom платформасы арқылы бір мезетте атап өтіледі. 2025 жылдың ақпанында Астана қаласында өткен халықаралық қазақ тілі қоғамының 8-ші құрылтайында Мереке Құлкенов қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту туралы маңызды ұсыныстар жасады. Бурабайда өткен ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында ұлт мәдениеті мен руханиятының өзекті мәселелері талқыланды. Нақты жоспарлар құрылды. Одақ әдебиетті қолдау үшін отандық меценаттар мен инвестиция тарту ісіне де ерекше көңіл бөлді.
Әдеби шығармашылықтың дамуына жанашырлар мен кәсіпкерлерден нақты қолдау табылды. Нәтижесінде айрықша жобалардың бірі Қазақстан Жазушылар одағы мен Зейнолла Сәнік атындағы мәдениет қорының ұйымдастыруымен басталған республикалық экспедициялар. Батыс өңірінен басталған экспедиция Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе қалаларын аралап, оңтүстіктің Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда қалаларында жалғасты. Алда шығыс және солтүстік өңірлерде жалғасады. Экспедицияның мақсаты ұлттық этнографияны жаңғырту, тарихи мұраларды зерттеу және рухани құндылықтарды дәріптеу. Сонымен бірге әдебиетке қызығушылық танытқан жастарды қолдау мақсатында Есенғали Раушан атындағы стипендиялар үздік студенттерге табысталып келеді.